біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы негізінде сабақтағы жалпы адамзаттық құндылықтар курсы ұйымдастырылды. Облыстағы білім беру ұйымдарынан қазақша және орысша оқу тілі бойынша 50 педагог курстан өтті. Курстың жүректен жүрекке деп аталатын 3-ші кезеңінің қорытынды күні курс тыңдаушыларынан біліктілік емтиханы алынды. Біліктілік емтиханы жақсы көңіл күйде басталды. Институт директорының орынбасары Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна тыңдаушыларды құттықтап, емтиханды сәтті тапсыруына тілектестік білдірді. Емтиханның өтуіне барлық жағдай жасалды. Тыңдаушыларға алдын ала емтихан сұрақтары бойынша кеңес беріліп, емтиханның өту барысы мен өткізілу реті бойынша түсініктеме жұмыстары жүргізілді. Емтихан белгіленген уақытта басталды. Біліктілік емтиханына 1 және 2 балдық бағамен 3 модульді де тапсырған курс тыңдаушылары жіберілді. Барлық тапсырмалар портфолионы қорғау тұсаукесерінің қорытындысы бойынша құндылық тәжірибесі кезеңінен алынған. Емтихан ауызша жүргізілді. Билеттер мен оған қосымша жағдаяттар өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік емтихан сұрақтарын құрудағы әдістемелік ұсыныстар негізінде жасалған. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тренерлері Култаева Ляззат Аймағамбетовна және Тоқпасова Айжан Серікбаевна тренерге арналған басшылық нұсқаулығы негізінде емтиханды жүргізді.